Көпшілік қыздар мені кәдімгідей мақтап жатыр. Сіздің сторисіңіз, рилсіңіз өте қызықты болып жатыр мен үшін деген қыздарға. Сіздерге ұнағаны өте қатты қуаныштымын. Осыдан 3 жыл алдын менің блог бастағаныма жолдасым өте қарсы болған. Сол кезде мен блогымды ешкімге қарамастан Redmi мен түсіре бастаған болатынмын. Ал енді ойлай беріңіз, Redmi мен блог бастаған болатынмын да. Қаншама еңбекпен осы оқырмандарымды жинаған болатынмын, енді менің энергиям қалай кетсін, қалай жоғалсын айтыңыздаршы. Міне солай қыздар, бүгін менде уборка. Жігіттердің бөлмесінен бастап барлық жер тазалап шықтым. Өзімнің сүйікті әндерімді қосып, арасында бала шағамен билеп алдым. Ана жолы осы үйімді жинап жүріп, көрпе-төсектердің бәрін жинап жүрсем, бір қыз жазған екен. Бір емес, біраз оқырман жазған болатын. Немене жатқан көрпешесін өздері жинауға болмай ма? Неге бәрін сен жинай бересің деген сияқтышы. Енді біздің үйдегілердің барлығы тек жігіттер ғой, сол үшін менің арқасының барлығын жинап жүрем солай. Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Еркек адам болып әйел адамның жұмысын жасап жүрмейді ғой, енді жеңгесі болып мен жинамағанда басқа кім жинайды? Негізінде қазір көп қыздардың ұғымы мүлдем бөлек. Тіпті үлкен әйелдердің де. Сен анаған жұмыс жасама, сен өзіңмен жұмыс жаса, пәленкеске жұмыс жасама, түленкеске жұмыс жасама, тек қана айтар сөзі сол. Ол нәрсе мүлдем дұрыс емес. Ары кезде бір 15 минут қана уақыттарыңыз кетеді, бірдеңе істеу керек болса ше. Қарап отырсақ, қазіргі жастардың миына сіздер мүлдем басқа нәрсе қойып беріп жатсыздар бар ғой. Білесіздер ғой, қазір ажырасу өте көп болып кетті. Осындайлардың кесірінен ажырасу деген вообще көп. Білесіздер ғой, осындайлардың кесірінен ұрыстар көп болады. Майда шүйденің арасында ұрыс деген жетет бар ғой. Майда шүйде ұрыс дегеніміз осы ғой. Мен ананы істемеймін, істегім де емеспін дегеннің арасында көп ұрыс шығады.